Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ас адамның арқауы. Кез келген үйдің дастарханының басында наннан кейінгі қант тұратыны белгілі. Осы түсінікке біздің үйренгеніміз соншалықты қантсыз дастархан бар дегенге сенгіміз келмейді. Шайға салғанда жақсы көреміз, ал тарихын білетініміз күмәнді. Мінекей бүгінгі видеомыздың тақырыбын осы қантқа арнамақшымын. Назар аударып, соңына дейін көрулеріңізді өтінемін. Ақ, сары немесе қоңыр түсті, тәтті, дәмді кристалл. 100 грамм қанттың энергетикалық құндылығы 410 килокалорий шамасында. Құрамы жағынан қанттардың көпшілігі көмірсутектің сумен қосылысы. Қант кондитер, нан пісіру, консервілеу, шарап жасау және тағы да басқа өндірістерде пайдаланылады. Қанттың отаны Үндістан, қантты шығарған жері ежелгі Үндістан деп есептеледі. Біздің елімізде қанттың қант қызылшасынан өндірілетінін білеміз, бірақ қант жасауды дәл 1747 жылдан басталған екенін бірі білер, бірі білмейді. Қанттың тәуліктік физиологиялық нормасы граммды құрайды, бірақ оны адамның жасына, денсаулығына байланысты дифференциалдау керек. Жасөспірімдерге бір күнде 25 грамм ғана қант беруге болады екен. Мұны бір шай қасықпен есептегенде 6 шығады. Circulation басылымының жазуы бойынша 2 жас пен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер күніне 6 шай қасық қанттан көп пайдаланбағаны абзал. Егер балалардың бір күндік қант мөлшері 25 граммнан асатын болса, жүрек қан тамырлары созылмалы және семіздік секілді ауруларға тез шалдығу көрсеткіші жоғарылайды екен. Сондай-ақ басылым сарапшылары бір күндік қант мөлшерін бір шай қасықпен өлшеп қана қоймай, күнделікті тұтынатын сусындар мен тағамдардың құрамындағы тәттінің мөлшеріне де мән беру кеңес береді. 2 жасқа толмаған сәбилерге қант берудің тіпті қажеті жоқ. Қант сәбидің денсаулығына кері әсерін тигізеді, ал 2 жастан кейін де баланың тәттіге айрықша құмар болуына жол бермеу керек екен. Қант біздің түсінігімізде денсаулығымыз бен сырт келбетімізге жағымсыз әсер ететін тәтті қоспа. Алайда оның ерекше қолданылуы кейбір жағдайларда пайдалы болуы мүмкін. Ғалымдардың жүргізген сараптамаларының нәтижесі таң қалдырмай қоймайды. Қант ауыр ауруларды қоздыратын, сондай-ақ жаралардың тез емделуіне кедергі келтіретін бактерияларды залалсыздандыра алады екен. Бактерияларға дамып көбеюі үшін ылғал қажет, ал қант артық ылғалды өзіне жұтып алады. Ащы тамақтан кейін ауызға салынған бір кесек қант ащы дәмді оңайлықпен баса алады. Қант қосылған дене терісіне арналған скрабтар баяғыдан-ақ танымал. Ондай скрабты өзіңізде жасап алсаңыз болады. Оны зәйтүн майы мен кез келген эфир майының бірнеше тамшысымен араластырып қолдана беріңіз. Теріңіз таза, нәзік бола қалады. Міне қызық, егер далада жағылған ерінге құмшекер сеуіп, бірнеше секундтан кейін жалап жіберсеңіз, далап әлде қайда ұзақ сақталады. Қантты дақ кетіргіш ретінде де қолданады. Ол шөптің ізінен қалған және тағы басқа дақтарды оңайлықпен кетіреді. Суланған даққа қантты сеуіп бірнеше сағат қойып қойыңыз. Кофе ұсатқыш, блендер ет тартқыштағы қалған жағымсыз иістерді қант кетіре алады. Қант тіліңіз ыстық шай не кофеге күйіп қалғанда көмекке келеді. Қант салынған қасықты тіліңізге қойсаңыз, ауырғаны сол сәтте қояды. Ерніңізге далап дұрыс жағылмай ма? Ерніңізде зәйтүн майы мен қантты араластырып жағыңыз. 30 секундтан кейін оны сүртіп тастап, далапты жаға беріңіз. Қант сыланған гүлдердің ғұмырын ұзарта алады. Гүл тұрған суға 3 қасық қант, 2 қасық сірке суын қосыңыз. Қант гүлдің бұтағын сақтаса, сірке суы оны бактериялардан қорғайды.